Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі тез пісетін, пеште пісетін тамақ дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 1 дана жуа, 1 килограммдай картоп және де 2 дана сәбіз қажет. Және тауық етін қосатын боламыз. Мен шамалап 1,2 килограмм жобасында алдым. Картоп сәбізімізді осылай кесетін боламыз, ал пиязды мен үнемі дөңгелектеп кесемін. Пияз ішінде тез пісіп кетеді, сондықтан дөңгелектеп орташа жұқа қылмай орташа турасаңыздар болады. Картопты да орта көлемде турайтын боламын, ал сәбізді картоптан жоғарырақ еткен дұрыс, себебі сәбіз қаттылау болады, оның пісуі де картопқа қарағанда ұзағырақ болады. Туралған картоп сәбіз жуамыздың үстіне тауық етімізді қосамыз. 1 кило картоп пен 1 килодан аса тауық етіне мен 1,5 немесе 2 шай қасықтай тұз саламын. Үстіне 1 ас қасық томат пастасын қосамыз. Және 5 ас қасық майонезден қосатын боламыз. Оның үстіне 1 шай қасық паприкадан сеуіп жібереміз. Және қалауыңыз бойынша осындай шашликке арналған дәмдеуіш қоссаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай орамаға араластырғанымызды барлығын саламыз. Бетін жауып, жақсылап алдын ала қыздырылған пешке 180 градуста 40 минутта пісіреміз. Мінеки тағамымыз пісті. Енді мен осыны ең әуелі үлкенірек табаға салып аламын, себебі барлық адамға барлық жері бірдей тиюі керек. Мінеки қараңыздар, мен ешқандай да пісте май, су қосқан жоқпын, себебі томат пастасының құрамында май, су да бар, ал тауық еті міндетті түрде одан не қайнатқан кезде де, пісірген кезде де май шығады, сондықтан өзінің майларына әдемілеп пісті. Енді мен осыны кішірек табаға салып ұсынатын боламын. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.